саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы симметриялы фигуралар. 159 сабақ. 159 сабақ. Бүгінгі сабақта балалар симметриялы фигураларды ажыратуды, симметриялы фигуралардың сызбасын толықтыруды үйренесің. Балалар, мына есте сақтауға назар аударамыз. Қағаз парақты екіге бүктеп, бір бетіне пішіннің жартысын бейнеле. Оны қиып алып, бетті жазған кезде бейнеленген пішін симметриялы болады. Яғни бүктеу сызығына қатысты оның екі жартысы да бірдей. Фигуралар түзуге қатысты симметриялы бола алады. Бұл түзу сызық симметрия өсі деп аталады. Фигуралардың бірнеше симметриялы өсі болуы мүмкін. Енді екінші мысалға назар аударамыз. Екінші мысалда мына тіктөртбұрышты төртке бөлуге болады екен. Ол кішкене майда тіктөртбұрыш болып шығады. Ал мына екіншісінде үш бұрышын жартысынан көбін бөлуге болады. Ортасынан бөлуге болмайды, себебі біріншісі жаман, біріншісі үшкір, екіншісі аласа болып қалады. Келесі шаршыны әртүрлі неге бөлуге болады. Дұрыстап бөлесіздер. Дөңгелекті бұл жерде әртүрлі тәсілмен де бөлуге болады. Ал бесінші жұлдызшада 6 бұрыш бар екен. 6 бұрышты қанша көп рет бөлуге болады. Енді үшінші мысалға назар аударамыз. Үшінші мысалда суреттердің бірін таңда, оны дәптеріңе аяқтап саламыз. Мен үшіншісін көрсеттім. Біріншісін немесе екіншісін аяқтап салуға болады. Төртінші мысал. Дәптеріңе бұрыштар сыз, оларға атау бер, туғал бұрыштарды жаз. Бұл жерде өздеріңіз дәптерге бұрыштар сызсыздар. Сүйер бұрыш бұл жерде 65 градус, 15 градус, 10 градус. Ал туғал бұрыш 125 градус, 145 градус, 105 градус, 115 градус, 135 градус. Оларға атау бересіздер, не туғал бұрыштарды сызасыздар. Бесінші мысалдың астына назар аударайық. Болат бір сан ойлады. Осы санда 6 есе арттырып, шыққан саннан 3598-ді азайтқанда 4154 шықты. Болат қандай сан ойлады? Теңдеу құрып шығару керек. Ал теңдеу шешуі 6 мен белгісіз сан бір сан ойлады болады. X болады. 6 мен бұл жерде X-тің көбейтіндісі. Ода азайтамыз 3598-ді. Тең болады бізде 4154. 6x тен 4154-ге қосамыз 3598-ді. 6x тен 7752. X тен 7752-ні бөлеміз 6-ға. Тең болады 12292. Ал енді 5-ші мысалдың әсіне назар аударайық. Нұрлан ойлаған санына 69259-ды қосты. Шыққан нәтижені 2-ге бөлгенде 12442 мен 35120 сандарының қосындысы шықты. Нұрланның ойлаған саны қандай? Әрине бұны теңдеу құрап арқылы шығарамыз. 5-ші мысалдың әсі шешуі. X пен жақшаның ішіне қосамыз. 62259-ды жақшаның сыртына 2-ге бөлеміз. Тең болады 12442 мен қосамыз 35120-ны. Жақшаның ішіне тағы да X пен қосамыз 62259-ды
жақшаның сыртына бөлеміз. Ал 12.442 мен 35.120-ның қосындысы бізде 47.562 шықты. Жақшаның ішінде тағы да 200 қосылған 62.259 тең болады 47.562-ні көбейтеміз 2-ге. Жақшаның ішіне 200 қосу 62.259-ға 59 тең болады 95.124. 2-ден 95.124-ті 24-тен 62.259 азайтамыз. Бізде тең болады 32.865. 6-шы мысалдың астына назар аударайық. Бір ауылдан бір бағытта 2 велосипедші бір уақытта жолға шықты. Біріншісі 15 км/сағат, ал екіншісі 12 км/сағат жылдамдықпен жүрді. 4 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қанша болады? Есептерді шешуін өрнек түрінде жазамыз. Шешуі 15-тен 12-ні жақшаның ішіне азайтамыз, көбейтеміз 4-ге. Тең болады 12 км. Жауабы 4 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы 14 км болады. 6-шы мысалдың әсіне назар аударайық. Автобус А пунктінен В пунктіне қарай жүрді. 2 сағаттан кейін оның артынан автокөлік жолға шықты. Егер автобустың жылдамдығы 40 км/сағат, ал автокөліктің жылдамдығы 80 км/сағат болса, автокөлік автобусты А пунктіне қандай қашықта қуып жетеді? Шешуі 40 пен 2-ні көбейтеміз, оған қосамыз, жақшаның ішіне 40 пен көбейтеміз 2-ні, бөлеміз, жақшаның ішіне 80 мен 40-та азайтамыз. Жақшаның сыртына 40-қа көбейтеміз, тең болады 160 км. Немесе 80-ді бөлеміз, 80-ден 40-та азайтамыз, 40 болады, ал 80-ді 40-қа бөлеміз, 2-ні 80-ге көбейтеміз, 160 км. 7-ші мысал. Берілген бұрыштардан 16 градус үлкен бұрыштарды сыз, оларға атау бер. Бұрыштарды сыздық. Ал бұл жерде мына жерде бірінші асы В бұрышында 30 градус болса, ал О бұрышында 130 градус. Енді бұларға 16 градус үлкен бұрыштар сызамыз. 30-ға 16-ны қосамыз, 46 градус. Ал 130-ға қосамыз 16-ны, 146 градус. 8-ші мысал. Жюль Верннің фантастикалық әңгімесіндегі кейіпкердің пікірімен келісесің бе? Юпитер тәулігінің айналымы тек 9 сағат 55 минутқа созылады. Күн тек кез келген ендікте үнемі күн түнмен тең, яғни 4 сағат 57 минутқа созылады. Жауабы осылай болады. 9-шы мысал. Мына бұрыштардың бір бұрышының қанша градус екен табуымыз керек. Бұл жерде барлық бұрыш 180 градус болады. Сондықтан 30-ға 40-ті қосамыз, тең болады 70 градус. 180-нен 70-ті азайтамыз, 110 градус шығады. Екінші 45-ке 35-ті қосамыз, 80, 100-ден 180-ді азайтамыз, 100 градус. 35-ке 25-ті қоссаң, 25-ті қоссаң 50 градус, ал 180 градустан 50 градустан өтіп 130 градус. 10-шы мысал. Арман мен Бауыржан екеуіне 11 жаңғақ, Арман мен Болат екеуіне 12 жаңғақ, Бауыржан мен Болатта 13 жаңғақ бар. Арман, Бауыржан және Болат бірге алғанда барлығы қанша жаңғақ бар? Шешу. Оқушылар орманда орындауда есептің шартында әрбір баланың есімі екілік кездесетінін ескеру қажет. Осыдан әрбір жапта бар жаңғақтарды қосып 2-ге бөлеміз. 11-ге қосамыз, 12-ні қосамыз, 13-ті жақшаның ішіне бөлеміз, 2-ге тең болады 18. Жауабы 18 жаңғақ. Сау болыңыздар. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін.